төртінші жаңағы өкім болып есептелетін ақпарат құралдары. Ақпарат құралдарының ішінде қаламыздағы екінші ашылған телеарна бар. Одан бұрын 3-4 жыл бұрын ашылған мынау Атамекен деген әдемі атыменен жаңа қызмет істеп жатырған телеарнамыз бар. Сосын қалалық газетіміз бар. Негізгі көзге түсетін ақпараттық құралдар осылар. Бұлар да өзі халықаралық қазағымыздың ұлт болып ойысуына қызмет істеп жатыр. Енді мәселен мен осы мына соңғы телеарна Атамекенге қатысып отырмын. Бұларға мен қатты өзімнің ризашылығымды білдіремін. Себебі осы биыл 2,5 жыл болды. Біздің қазақ тілінің студия құрып, айына кем дегенде бір рет, кейде одан да жиірек біздің эфирге шығарып тұр. Бұл телеарна, былай қараған уақытында жекеменшік телеарна. Бұл эфирдің әрбір минуты, әрбір жаңағы мезеті ақшалы болу керек. Себебі бұларға мемлекет бір тиынмен көмектеспейді. Сонша штат бар, оператор бар, орынбасар бар, журналистер бар, қатысушылар бар. Оны жаңағы келген тапсырыстарды қабылдаушылар бар. Бұның барлығы отбасын асырап отыр. Осы жеке Атамекен арқылы отбасын асырап отырған мекеме. Бірақ та біздің қазақ тілінің жағдайын ескеріп, бізден бір тиында пұл сұрап отқан жоқ. Себебі бұл ұлтымызға керек мәселе екенін түсініп отыр. Былай алып қарасақ, мен кеше бір қарап көрдім. Бұл тек қана қазақ тіліне көмектесіп отырған телеарна емес екен. Мен қарап көрдім бір тізімді. Күн бүгінге дейін 53 кәсіпорынға, оның ішінде қалалық әкімшіліктен бастап білім беру бөлімі, мүгедектер, әскери комиссариат, аурухана, экология, ардагерлер дейсің бау. 10 мектепке түгел 53 ұжымға тегін қызмет жасап отыр екен. Соған қарағанда бұл деген үлкен рухани сүйеу. Жаңағыдай бюджеттік кәсіпорындарға төлейтін аз, кәсіпорындарға көрсетіп отырған үлкен былай қарағанда көмек деп есептеледі. Бұл да күні кеше жаңағы біздің рухани құндылықтарымыз, халқының тілі, әдет салтасы, өнері, тарихы тағы басқа аяқасты болғандығы, соны өзінің қазіргі дәрежесіне келтіру үшін, ата-баба аманат еткен дәрежеге келтіру үшін жасап жатқан Атамекен телеарнасының абыройлы қызметі деп есептеледі. Енді әрине сосын бір айтатыным, бұл телеарнада негізінде біздің ұлттық тілімізде жүреді. Әрине бар, кейбір жаңағы орыс тілінде жүретін жарнамалар бар кейбір. Бірақ бұл телеарнада орыс тілінде қазірге шейін бірде-бір хабар жүріп көрген жоқ. Бұны да біз телеарна басшыларының намыс қойлығы, азаматшылығы деп түсінеміз.